кешегі сенат сайлауында 14 қаңтарда болған ол бұрынғы жүйе, диктаторлық жүйенің бағытымен жүрді. Сайланған, сенатқа сайланған депутаттардың қоғамдық ұйымнан бірде-бір депутат болған жоқ. Бұл баяғы тоталитарлық жүйе мен кешегі әкімшілік жүйенің жалғасы болды. Сондықтан бұл қоғамның атынан біз билікке жалпы бәріне ескертеміз. Олай болмайды бұндай нәрсе. Қазақстан міне 30 жылда ананы да көрдік, мынаны көріп келе жатыр ғой. Енді демократиялық жолға түсу керек. Сенат сайлауынан тіпті көп адам хабарсыз да болып қалды ғой. Ұрылардың сайлауы сияқты болып өтті ғой ол. Бір айға, жарты айға алғанда хабарлаған болды. Хабарлағанда елде білген жоқ бірінші. Ол кім өтті, не өтті, өткеннен кейін ғана тізімін айтады. Ол өлі жандар көбі. Танисыз ба сол сенаттағыларды? Мысалы үшін біз бір ғана журналист ғана таныдық. Иә, ол журналист енді білет бәрі, басқа. Содан кейін облыстардан шыққан бір-екі азаматты білеміз, болды. Сондықтан бұл масқара, бұл мына қазіргі биліктің жүйесін, сол Назарбаевтың масқара билік ұры қарылардан құрған жүйесі бар ғой, соның деңгейіне апарып қойды сенат сайлауы. Содан кейін ұлттық мемлекетте екі палата болмайды. Ол заңсыздық. Егер сенат біреуге керек болса, өзінің қалтасынан шығарып, сол сенатты ұстап отырсын. Бюджеттен ақша шығару, ол заңсыздық. Ол үшін биліктің барлық тармақтарына қазір ескертеміз, оны жабу керек. Сенат керек жоқ. Оның ешқандай қажет жоқ оның. Ол Швейцария сияқты конфедеративті, немесе Ресей сияқты федеративті елдерде ғана болады. Европада басқа екі палата не деген жоқ, себебі олардың бәрі ұлттық мемлекеттер бар. Сондықтан бұл жерде сенаттың сайлауы ол біз үшін мына жаңа Қазақстанның келе жатқан екі қадам жасаса, соның артқа кеткен үш қадам болды. Көрдіңіз бе? Ал өзіңіз білесіз, қазір бірнеше партия, 7 партия ма бізде қазір осы сайлауға қатысатын болып отыр. Жаңадан тіркелген партияларды естуіңіз бар. Республика партиясы, Байтақ партиясы дейді, тағы да басқа. Енді жалпы бұл сайлау өзге сайлауға қарағанда қызық болатын сияқты, партиялардың бәсекелестігі тұрғысынан қалай? Жалпы өткен жыл сол қаңтардың басында осы альянс, Қазақстан альянсы, бүкіл қоғамдық ұйымдар жазғанбыз. Қаңтар оқиғасының қырғынының кезінде 22 жылдың қаңтарына дейінгі сайлауға түскен жалпы партиялардың бәрі кету керек аренде. Ол кету керек. Бұл тарихи процесс. Одан ешкім. Енді мына оның атын өзгертіп, аманат қылып ғаннан ол бәрібір биліктің партиясы деп жатыр. Қазір осы сайлауда міне әр чиновник соны қолдайтын. Президенттен бастап барлығын бүкіл қоғамның атынан ескертеміз. Ондай күніне 68 миллион теңге ме шығынмен ұстап отыратын партия, ол тоталитарлық режимдерде, Совет үкіметі немесе Қытай сияқты диктаторлық режимдерде ғана болады. Ол есі дұрыс қоғамда болмайды. Сондықтан партияларға тең құқы берілу керек. Бірінші. Екінші, енді ол аманат та, Ақжол да, халықтық партия деп атын өзгертіп жатыр ғой, коммунистік партия. Сол коммунистік партияның ішінде топтар бар. Қазақстанды ыдыратуға арнайы жұмыс жасап отқан топтар бар. Ол партия не керек? Сондықтан, мына біздің Қазақстанның қоғамының барлығына қазір мен ашық айта аламын. Ондай партияларды қолдамаңдар. Ақжол енді соңғы кезде мынау Алаштың идеяларын кішкене көтеріп, еңбектеніп жатыр ғой, бірақ ол негізі құрылғанда, ол да Машкевичтің қаржысына құрылған нәрсе. Әлі күнге мүмкін сол қаржыландырып отырған болар. Оны мен білмеймін. Бірақ Голошокиннің немересі қаржыландырып отырған партияны қолдау керек пе, керек емес пе? Оның ішінде бір-екі азамат болар. Елдің қамын ойлайтын. Ол партия деген жүйе ғой, система. Сондықтан ол да үлкен сұрақ туындатады. Әбділдаев осы парламентте бір 2-3 адам бар дегендей айтып қалды. Ресейді қолдайтын. Парламент болғанда сол халықтық деген әлгі коммунистік партиямен сол Ақжолдың ішінде жүргендер ғой. Басқа аспаннан келді дейсің ба? Солар өздерінің. Олар және сыбайластар, оларды қаржы беріп
қолдап отыр, содан кейін ол соны сөйлеп отыр. Басқа ол неге нетеді дейсің. Сосын ауыл партиясы, біз мына 16 жылы майдың 11 күні ауыл бірлік деген бір өлі партиялар болды. Бұлар сол кезде жердің айқайы болып отқанда, жер сатыла ма, сатылмай ма деген өз позицияларын анықтамаған. Яғни өлі партиялар. Тек осындай сайлаудың кезінде басын көтеретін. Оларға не деп дауыс беру керек? Ол халық өзі таңдайды ғой. Бірақ ондай партияларға дауыс беріп керек жоқ. Олардың принципі жоқ, ұстанымы жоқ. Елдік, ұлттық, мемлекеттік, қазақстандық ұстанымы жоқ партиялар олар. Оларға басшыларына не айтады, соны істейді. Сондықтан мына Қазақстан альянсы 16 жылы 11 май күні біз осындай партиялар таратылсын деп бергенбіз. Бірақ ойлара болып әлі жүр ғой. Яғни сіз ешқандай партияларға сенбейсіз. Жоқ, қазіргілерге сеніп керегі жоқ. Енді анау жаңадан мажоритарға ғана үміттеніп тұрсыз, негізі партияларға, ол бұрынғы жүйемен келген партияларға, қазірде соны егер мына сенаттың жолымен соны жаңа партиялар шығып. Жаңа партиялар енді көру керек. Олар ұстанымдар қандай, ісі қандай. Енді мына байтақты жасыратын жоқ. 16-17 рет өткен жоқ деді ғой. Осы 7-8 жылда. Содан кейін біз осы август кеше тамыз айында жазып бердік президент пен Мусиндегі министріне, әділет министріне. Неге өткізбей отырсыңдар? Егер 17 рет ұстау деген енді былай айтқанда ол бір әдейі ұстап отыр ғой. Егер өткізбесеңдер бір айдың ішінде министр кетсін деп жұмыстан. Солардың тірлігі деп, қасақана тірлігі деп. Содан кейін бұл партия тіркелді, жарайды. Енді көрейік жұмысын, әрмен қарай. Бұл енді жаңа партиялар ғой. Бұлар егер қалай өздерін қалай алып жүреді, елдің алдында қалай бедел жинайды, соған байланысты. Ал ана бұрынғы партиялар, олар кету керек. Кетпесе болмайды. Оны президент те, басқалар да бәрі түсіну керек қоғамда. Сосын әкімдер де оларды сүйреп бұрынғыдай, жаңағыдай. Недетіндерін біз байқасақ, онда мына қайталап ескертеміз. Әкімдер, избиркомның басшылары, солардан үстерінен арыз түссе, біз бүкіл халықтық сенімсіздік танытып, бірден жұмыстан кетірсеміз. Содан кейін, әр жағында егер заң түрінде қылмыстық істер болса, жаңағыдай істелген, ондайлар істеліп жатыр ғой. Онда сотқа беріледі.